Бүгінгі ауызашарға трендтегі финики в шоколаде және банан в шоколаде дайындадым. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрмамызды жуып, тазалап, кептіріп аламыз. Құрма королевский құрма болғаны дұрыс. Ол өте дәмді, ірі болып келеді. Және осындай 2 түрлі шоколад алып, кондитерлік қалташаға салып, ыстық су құйып, бокалға шоколадты ертіп аламыз. Содан соң осылай құрмаларымызды ортасындағы дәнегін алып тастап, ішіне миндальный дәнек салып, дайындап аламыз. Құрмамызды шоколадқа малып алып, осылай пергамент қағазға төсеп, тоңазытқышқа қатырамыз. Бананның 2 басын кесіп алып тастаймыз және мороженыйдың таяқшасына қадап, оны да шоколадқа малып аламыз. Барлығын өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады және тоңазытқышқа мұздатып аламыз. Дәмдері өте ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.